Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз сіздерді ерекше сұхбатпен қуантқымыз келеді. Бүгінгі біздің қонағымыз ұзақ жылдар бойы жас ұрпаққа білім мен тәрбие беріп келе жатқан тәжірибелі де үлгі тұтарлық ұстаз, бастауыш сынып мұғалімі Ахметова Латипа Жоламанқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Латипа Жоламанқызы, Аңқатты жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Қазір 1-ші сыныпта сынып жетекшілік қызметінде атқарып келемін. Мұғалім болуға не себеп болды? Және мұғалімдік қызметті қай жылдан бастап атқарып келесіз? Ұстаз жалпы ол адам жанының бағбаны, қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін керемет бір мамандықтың бірі. Өзім осы мектеп қабырғасында жүрген кезде өзімнің ұстазым, физика пәні мұғалімі Гүлмаржан Зинешқызына еліктеп, осы ұстаздық мамандықты таңдап, 1993 жылы оқуға түсіп, Орал педагогикалық училищесіне 95 жылы аяқтап, сол 95 жылдан бастап бастауыш сынып мұғалімдік қызметінде жұмысымды атқарып келемін. 30 жылдай уақыт болды. Оқушылармен сенімді қарым-қатынас орнату үшін қандай қағидаларды ұстанасыз? Сенімді қарым-қатынас орнату үшін мұғалім бірінші оқушының көңілін таба білу керек деп ойлаймын. Себебі оқушының көзінен мұғалімнің беделі көрініп тұрады. Егер мұғалім сыйлы болса, онда оның сабағы да сапалы өтеді деп ойлаймын. Оқушыны білімге ынталандыру үшін қандай амал-тәсілдер қолданасыз? Алдыма келген оқушы алғаш рет келгенде мектеп табалдырығын аттаған кезде олар тардай болып кіріп, таудай болып шығады деп қадірімізді айтпақшы. Сол екі аралықта үлкен жетістікке жету үшін біраз жұмыстар атқарылуы тиіс. Мұғалім ылғи да ізденісте, жұмыста нәтижелі болу керек. Себебі әрбір баланың жолы, жүрегі ол ұстазға байланысты. Сондықтан да бар күш-жігерімізді осы баланың бойын дарытуға арнап жүру керек деп ойлаймын. Сіздің педагогикалық ұстанымыңыз қандай? Ұстаз болып жүргендіктен ылғи да өзіме ұстанатын ұстанымым ол бала жүрегі бір ашылмаған күйсандық, ол күйсандықтың кілті ол ұстаздың қолында. Сондықтан да әрбір ұстаз бала жүрегінің кілтін тауып жолын аша білу керек деп ойлаймын. Шаршағанда немесе қиын сәттерде сізге күш беретін не? Өзім ұстаз болғандықтан, осы мамандықты таңдағаннан кейін, маған оның қызығушылығы, қиындығы бірдей деп ойлаймын. Егер де мен шаршап келген сәтте, алдымнан мектептен жүзіп шыққан балалардың сыңғыр күлкісі, апай деген жұмсақ дауыстары барлығы мені шаршағанды басып, көңілімді көтереді. Сондықтан да қазақ айтады, балалы үй базар деп, мектепке келгенде өзімнің қуанышты сәттерімді көбірек сезінемін. Осы уақыт ішінде есте қалған ерекше сәттер немесе оқиғалар болды ма? Әрине, қызықты сәттер, оқиғалар болып жатыр. Себебі әрбір мұғалімнің күні бақытты сәттерге толы болады деп ойлаймын. Бір бала тілі бал демекші, ең бір қызықты сәттің бірі. Алғаш 1-ші сыныпта жемістерді өтіп жатырған кезде, апельсин мен мандаринді мынау не деп сұраған кезде, бір оқушының мандаринді, апай ол апельсиннің баласы деген есімде қалып қойды. Қазіргі таңда сіз жас маманға тәлімгерсіңіз. Жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз және қандай қателіктерден сақ болу керек? Жақсы, енді қазіргі кезде әрбір еңбегі бағаланатын бұл мамандық ұстаз. Ұстаз болып мектеп табалдырығын аттағаннан кейін, ол әрбір баланың қызығушылығын оята білу керек деп ойлаймын. Егер де баланың қызығушылығын оята білсе, бала жан-жақты тұлға болып қалыптасуына септігі мол. Екіншіден, ұстаз шынайы болу керек. Шынайы болған кезде ешбір қателіктер кетпейді деп ойлаймын. Сұхбатымызды қорытындылай келе, соңғы сұрағымыз, егер ұстаздық жолын қайта таңдауға мүмкіндік болса, тағы да осы жолды таңдар ма едіңіз? Әрине, қуанып қайтадан таңдар едім.
себебі ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу мінездің қыншылығы, өзім қызыға да, қуана да жасайтын қызметім, жұмысым ұстаз болу. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз жүрегінен мейірім төгілген талай шәкірттің жолын жарық қылған ұстазбен сұхбат құрдық. Әңгіме барысында біз тек мұғалімнің кәсіби тәжірибесін ғана емес, оның өмірлік ұстанымын, балаға деген жан жылуын сезіне алдық. Мұндай ұстаздар болашаққа жол сілтейтін шырақ іспетті. Шәкірт жүрегіне білімнен, ізгілік нұрын сыйлаған еңбегіңіз әрқашан жемісті болсын. Уақыт бөліп бізбен ой бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Сіздей ұстаздар көп болғай.